Қортқы күш немесе тең әрекетті күшті анықтау керек. Біріншіміз суретте денеге әсер еткен 3 күш берілген: F1, F2, F3. Осы күштердің қортқы күшін табу керек. Ол үшін бірінші F1 және F3 күштердің қортқы күшін анықтаймыз. Екі күш қарама-қарсы бағытталғандықтан, оның қортқы күші F3 күштің бағытында бағытталған бір клеткаға сәйкес келетін күш шығады. Енді сол күшпен F2 күштің арасындағы қортқы күшті табу үшін біз параллелограмм ережесі бойынша диагоналмен бағытталған F2 күштің бағытындағы сары түсті қортқы күшті таба аламыз, анықтай аламыз. Енді келесі суретте денеге әсер еткен тағы да 3 күш берілген: F1, F2, F3 күштер. Бірінші біз қарама-қарсы бағытталған екі күштің қортқы күшін табамыз. Ол 0-ге тең. Сондықтан қортқы күш F2 күшке сәйкес келеді. Үшінші суретте денеге тағы да әсер еткен F1, F2, F3 күштер берілген. Бұл күштердің қортқы күшін табу үшін біз бірінші F2 және F3 күштердің параллелограмм ережесі бойынша диагоналмен бағытталған қортқы күшін таба аламыз. Содан F1 күшпен арасындағы қортқы күшті анықтайтын болсақ, онда сары түске сәйкес келетін қортқы күшті табуға болады.